Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі. Жол жүру ережелері қашан пайда болды? Балалар, бұл тақырып негізінде өтілетін сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазуды үйренесіңдер. Ендеше, сабағымыздың негізгі сұраулы тақырыбына орай сұрағымызға жауап берейік. Яғни, жол жүру ережелері қашан пайда болды, балалар? Жол жүру ережелері ең алғашқы рет 1817 жылы Ресей қаласында пайда болған екен. Саяхат жасауды ұнататын орыс патшасы Петр I кезінде жолдың түйіскен жерлеріне ағаштан баған орнатып қоятын болған. 1817 жылдан бастап ағаш бағандар арақашықты өлшейтін бағаналармен алмастырылған екен. Балалар, мына суретте көрсетілген төрт түлкі белгі ең алғашқы жолда жүру ережелерінің ең алғашқы белгілері болып табылады. Бірінші белгіде бұл қиылысатын көше бар, сақ болыңыз деген белгі екен. Ал екінші белгі алдыңызда темір жол, абайлаңыз деген белгі. Үшінші белгіде бұл жол кедір-бүдір жол, сақ болыңыз. Ал төртінші белгіде сақ болыңыз, жолдың айқаш-ұйқыш жерлері бар деген сияқты ескерту белгілері пайда болған екен. Ендеше балалар, сабағымыздың негізгі бөліміне көшейік. Бүгінгі сабақта біз сын есімнің мағыналық түрлері туралы түсінетін боламыз. Балалар, сын есімдер мағынасы мен жасау жолдарына қарай сапалық және қатыстық сын есім деп екіге бөлінеді. Сапалық сын есім дегеніміз мағынасы жағынан заттың әр алуан сыр-сипатын ешқандай қосымшасыз ақ білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, ақ, жеңіл, жібек, яғни қандай деген сұрақтарға жауап беретін негізгі сын есімдер біздерде сапалық сын есімдердің де қызметін атқарады екен. Ал қатыстық сын есімдер дегеніміз бір заттың белгісін басқа бір заттың, яғни болмаса іс-амалдың қатысы арқылы білдіретін сөздерді атаймыз. Қатыстық сын есімдер жұрнақтар жалғану арқылы басқа есімдер мен етістіктерден жасалады. Заттың түрлі белгілеріне қатысты сындық ұғымдарды білдіреді. Мысалы, балалар, бала деген түбірге л деген жұрнақты жалғасақ, бізде балалы деген қатыстық сын есім пайда болды. Яғни, балалы деген сын есімді жасау үшін сөз табы бойынша зат есім қатысып тұр. Дәл солай, баласыз. Бұл жердегі баласыз деген қатыстық сын есімді жасау үшін бала деген түбір зат есім қатысып тұр екен, балалар. Ал атты дегенде бұл жерде де дәл солай. Яғни, қатыстық сын есімді жасау үшін сөз табы зат есім қатысып тұр. Ендеше балалар, осы ережені талдау мақсатында мына сынып жұмысын бірге орындайық. Берілген сөздерді екі бағанға бөліп жазасыңдар. Бұл жерде сапалық сын есімдер мен қатыстық сын есімдер араластырып жазған. Сөздерді екі бағанға бөліп жазыңдар. Балалар, үшінші тапсырма: төмендегі жолға қатысты мақал-мәтелдерді жаттап, олардың ішінен өзің қалаған біреуін қатыстырып, мәтін құрап жазасыңдар. Мәтін көлемі міндетті түрде 23-25 сөзден болу керек. Мәтінде міндетті түрде сын есімдерді көбірек қолданып жазыңдар. Балалар, шағын түрде мәтін жазған соң, сын есім сөздердің астын сызып көрсетеміз. Ендеше, осы тапсырмаларды орындау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.